Қыздар, сәлем. Бүгінгі видео перзентханаға дайындық. Яғни егер сіздер мен Instagram парақшама жазылған болсаңыздар, онда сіздер білесіздер, мен қазір жүктіліктің 38-ші аптасындамын. Сондықтан қазірден перзентханаға дайындықты бастау керек. Перзентханаға дайындық ретінде біз 3 сумка дайындаймыз. Менің жағдайымда ол пакет. Яғни біріншісі босанғанға дейінгі, ол родзалға сізге қандай заттар қажет, сол заттардың жиынтығы. Сосын екіншісі ол босанғаннан кейінгі, сізді палатаға ауыстырғаннан кейін сол жердегі керекті заттар. Үшінші пакет бұл жерде шығаруға арналған, яғни перзентханадан шығаруға арналған заттар. Міне қыздар, бірінші пакет. Бұл деген сіздің босанғанға дейінгі сізге керекті заттар. Керекті заттардың жиынтығы, яғни родзалға. Біріншіден, ол әрине документ. Сіздің обменный картаңыз, оны сіз перзентханаға кіргізбейді. Содан кейін жүрдектер балаға алдым, сосын өзіме үлкендерге арналған жүрдек үшеуін алдым. Егер жетпей жатса, тағы сол жерден алдырамын. Сосын мынандай қағаз, сосын мынандай дымқыл салфеткалар, содан кейін тапочки, сол жерде киіп жүретін родзалда, сосын халат, сосын мынандай кішкентай ғана орамал. Бұл деген, егерде аман-есен Құдай бұйыртса, босанғаннан кейін балаңызды емізер алдында осыны жылы суға сулап, омырауыңызды сүртіп емізген дұрыс. Себебі босана салып сізді балаңызды кеудеңізге жатқызады, және де родзалда 2 сағаттай жататын боласыз. Палатаға ауысқанша баланы емізгенге осы қажет болады. Сосын баланың киімдері дегенде родзалға көп киімнің қажет жоқ. Бір жұқа, бір қалың жаялық, сосын бір распашонка, бір ползунок, және бір мындай сыртынан кигізетін. Және нәски. Бұның бәрін жуып, үтіктеп, алдын ала салфанға салып қойған жөн. Болған қамас үшін. Сосын тағы бұл жерге алатыным ол суды 1 литр немесе 2 литр көлемде алған ыңғайсыз, өйткені өзіңіздің толғақ қысып жатады. Ол кезде оны көтеріп жүрген өзіңізге ыңғайсыз болады. Сол себепті 0,5 литрлік көлемде 3 баклажка су алғанымыз дұрыс болады. Міне болды. Бірінші пакетіміз дайын болды. Міне қыздар, екінші пакет. Енді екінші пакет кішкене үлкендеу болады. Бұл жерде, яғни босанғаннан кейінгі, Құдай қаласа аман-есен босанғаннан кейін сізді палатаға ауыстырады. Сол жерде сізге керек заттар, сізге және сіздің бөпеңізге. Біріншіден ол әрине дымқыл салфеткалар, сосын жаңағыдай бір рулон жай қағаз салфеткалар, қолыңызды сүрткенге. Сосын әжетханаға арналған қағаз, сосын закладкалар. Мен котекс алдым, 2 упаковкасын алдым. Содан кейін өзіңіздің іш киімдеріңіз, сосын мынандай емізетін аналарға арналған кеуде төсемшелері арнайы алдым. Сосын баланың жүрдектері, сосын мынандай көрпеше сияқты балаға. Қазір салқын болғандықтан үстіне жапқанға немесе астына төсегенге керек болып мүмкін. Сосын баланың киімдері, бұны ашпай қояйын. Баланың киімдерінің бәрін алдын ала кір сабынмен жуып, үтіктеп, дайындап қойған дұрыс. Сосын тапочки, содан кейін өзіңіздің сол палатада киіп жүретін өзіңізге ыңғайлы, емізгенге ыңғайлы киіміңіз. Мен пижама алдым. Нәски 2 тал алдым, жетеді деп ойлаймын. Сосын орамал, беті қолыңызды сүрткенге. Содан кейін төсек жабдықтары өзіңіздікі болған дұрыс.
Сосын өзіңіздің жуынатын заттарыңыз, пенка для умывания өзімдікі, сосын тіс жуатын щетка, тіс жуатын паста, сосын міндетті түрде кір сабын. Кір сабын өзіңізге жуынғанға кір сабын нағызы керек зат. Балаңыздың киімдері болған қалса, дереу сол жерде жуып алатындай. Сосын балаға да балақ сабын керек деп ойламаймын, бірақ сонда да мындай сабын салып қойыңыз. Содан кейін ыдыс аяғыңыз, мынау қол сүрткенге орамал. Содан кейін косметичка. Косметичка енді бұның ішінде, косметичканың ішінде ең керек заттар ол әрине тырнақ егеуші. Егер де сіз тырнағыңызды сындырып алсаңыз немесе алуға үлгермей қалсаңыз, осы керек нәрсе. Содан кейін гигиеналық помада. Себебі сіз босанар кезде сіз көп демаласыз, аузыңыз кеуіп кетеді, ерніңіз жарылып кетуі мүмкін. Сол себепті осындай помада қажет. Қолға арналған крем, сосын наушник телефонға. Осы заттар керек болады. Сосын тағы бұл жерге телефонның зарядкасын салып қоюды ұмытпаңыздар. Міне осы заттар жеткілікті деп ойлаймын. Себебі Құдай қаласа аман-есен босансаңыз, сіздің және балаңыздың денсаулығы бәрі жақсы болса, онда сізді перзентханада көп уақыт ұстамайды. Ары кетсе 3-4 күн ғана боласыз. Сол себепті көп заттың алудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Міне осындай. Екінші пакетіміз дайын. Міне қыздар, 3-ші пакет. Бұл пакетті негізі перзентханаға алудың қажет жоқ. Жай үйге дайындап қойсаңыз, сосын үйдегілерді ескертіп, сізді шығарып алуға барған кезде ала келсе болады. Ал енді бастайық. Біріншіден ол өзіме арналған киімдер, ол мен шалбар мен бір кофта дайындадым. Сосын балаға ішінен кигізетініндей боди сияқты ішінен кигізетініндей кофтасын дайындадым. Бұларды жуып қойдым, бірақ енді үтіктеу керек, әлі үтіктелген жоқ. Сосын ползуногы, содан кейін қолына кигізетін антицарапки, бас киімін кигіземіз. Сосын осының бәрін сыртынан мынандай слепики дейма, боди дейма, жаңадан туылған балаға кигізетінді әдемі киімін дайындап қойдым. Не бас киімі, бұның бәрін үтіктеу керек әлі. Сосын мынандай конверт, жаялығы орайтын, сосын көрпеше конверт деп атайды. Жаңадан туылған нәрестені перзентханадан алып шығаруға арналған. Сосын косметичка. Яғни өзіміз шығарда боянғанға керек заттарымыз. Міне қыздар, осымен 3-ші пакет дайын. Перзентханаға дайынбыз деп ойлаймын. Егер сізге бұл видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менің арнама жазылыңыздар. Қызықтың бәрі алда. Сау болыңыздар.